Барлықтарыңызға қайырлы күн. Біздің бүгін подкасттың екінші бөлімі. Қонақта бізде Ерсұлтан Оразбекұлы, студенттік ректор. Ерсұлтан мырза, қош келдіңіз. Кішкене өзіңіз туралы айтып кетсеңіз. Бәріне сәлем. Менің есімім Қыдырбай Ерсұлтан Оразбекұлы, 5-ші курс студенті және де қазіргі таңда Астана медицина университетінің студенттік ректоры. Осыған дейін мен CCD атты ұйымның басшысы болғам. Бұл ұйым бізде университетімізде культурный частьқа жауап беретін ұйым болып табылады. Ал енді сұрақтарымыздан бастайық. Бірінші сұрақ бізде мынандай, студенттік ректор болу туралы шешімге қалай келдіңіз? Студенттік ректор болу туралы шешім менің өзімнің шешімім емес деп айтқым болады. Потому что бұл студенттердің шығарған шешімі деп келістірсем болады. Оны түсіндіре кетейін. Өткен жылы бізде сайлау болды, иә. Сайлауға қазір келеміз. Оған дейін өзімнің шешімім туралы айта кетейін. Өткен жылы бізде Таза Қазақстан деген экоакция болды, волонтерлық. Сол кезде біз Астана медицина университетінің 7000-ға жуық студенті субботникке шыққан, қаланы тазалау бойынша бейбітшіліктен жаңағы Абайға дейін демекші. Сол кезде мен сол жылғы студенттік ректордың қызметін атқарушы рөлінде болдым. Сол кезде студенттер өзара мынау кім деген сұрақтарды өздері қойып жатты. Сол кезде өздері қазіргі студенттік ректор осы Ерсұлтан деген жігіт деген секілді өздерінің жауаптарын беріп жатты. Мен ойладым сол кезде, неліктен мен қазір студенттік ректор емеспін деп. Егер сондай қызметтерді уже атқарып жатсам деп. Сондықтан сол кезде уже мақсат пайда болды. Алға қойған үлкен мақсатым сол студенттік ректор болды. Енді осы жылы сайлаудың арқасында 58% дауыспен студенттік ректор атандым. Тағы да кім болды сіздің оппоненттеріңіз? Так, осы жылы бізде бірнеше 7-8 адам, точно білмеймін, бірінші этаптан өтпей қалған студенттер де болды. Олар, получается, өздерінің заявкаларын берді. Кейін бізде 3 кандидат шықты. Ол Нұғыманова Аяна, Әмір Олжалғас және мен Қыдырбай Ерсұлтан. 3 кандидат бірге шықты. Араларыңызда сонда дауыс беру бойынша айырмашылық болды ғой, иә? Иә. Айырмашылық әжептәуір болды. Өйткені 57% дауысты мен жинадым. Қалған кандидаттар примерно 10-20% арасында жинап шықты. Яғни студенттердің ішінде, яғни студенттердің комьюнитисі сіздің атыңызды біледі, иә? Иә, әрине. Осыған дейін айтып CCD басшысы болдым осы ұйым. Негізі CCD Collaborative Culture Department университетімізде өте танымал ұйым. Оның жаңағы популярности Жайдарманның кезінде бізде КВН ойындары өткен болатын. Сол ойындардың кезінде шыққан болатын. Сол сәттен бастап осы CCD-дің басшысы ретінде, Жайдарманның директоры ретінде, Жайдарман директоры ретінде мені студенттер тани бастады. Келесі сұрақ мынандай. Сіз осы рөлде қандай тапсырмаларды орындайсыз? Қандай күнделікті тапсырмаларыңыз бар? Яғни студенттік ректор немен айналысады күнделікті? Студенттік ректораттың басты мақсаты ол студенттер мен университет арасындағы қолайлы ортаны ұйымдастыру болып табылады. Қазіргі менің егерде предвыборный кампаниямды қарайтын болсаңыздар, мен ол жерде Social GPA деген ұғымды айта кеткен болатым. Яғни менің алға қойған тапсырмалар мақсаттарым осы Social GPA-ге негізделген. Подробно айта кетейін ба сол жолы? Кішкене. Social GPA деп отырғанымыз кәдімгі GPA-дан бөлек. Негізі бұл нәрсе шетелде көбірек практикуется. Яғни студент егер резидентураға, например, шетелге түскісі келсе, немесе шәкіртақы жаңа стипендиялар беріледі бізде инвесторлардың атынан. Соларға өзінің заявкасын берген кезде осы Social GPA-ді қолданса болады. Получается, бұл әрбір студенттік активный жизньнің көрсеткіші ғой. Оқудан басқа өзінің активный жизньін көрсететін бірегей көрсеткіш болып табылады. Өте керемет, өте керемет. Яғни сіз, осы студенттік ректор болып жұмыс атқарасыз. Сізді не шабыттандырады және қандай қиындықтар болды осы кезеңге дейін? Қандай қиындықтардан өттіңіз? Потому что, может быть, келесі ректор, студенттік ректор қарау мүмкін осы подкастты. Оған қызық болу керек. Да, получается. Не шабыттандырады.
кезінде мен өзім шеше алмаған проблемаларды қазір мен өзім шешіп жүрмін. Яғни студент ретінде. Иә, студент ретінде шеше алмаған проблемалар. Например, айта кетсем, бізде кезінде общежитиеде қазіргідей балловый система деген нәрсе болған жоқ. Ол кезде кімде льгота бар, сол бала ғана общежитиеде тұра алатын студенттер үйінде. Қазір студенттер үйі болып аты өзгерді. Сонымен қатар балловый система деген нәрсе ойлап табылды. Ол біздің жастар деканатының тікелей ойлап қарастырған идеясы. Получается, студенттер активный жизньға қатысады, немесе іс-шараларға барады, өздерінің балдарын жинайды, кімде көп балл болады, льготаға қарамайды, кімге көп балл болады, келесі жылы общежитиеде тұруға мүмкіндік алады. Сондай нәрсені қазір ойластырып таптық. Одан да бөлек қиындықтар. Мен сол бірінші семестр общежитиеде льготада тұрдым, екінші семестр уже мен өкінішке орай льготам болмағандықтан студенттер үйінен шығып кеткен болатын. Сол кезде қиындықтар бала бастады, квартира іздеу, ол обычный студенттердің проблемалары ғой, байынша айтқанда. Өзіңіз қай жерденсіз? Мен Қызылорда қаласынан. Қызылорда қаласынан боламын. Яғни бұл жақта особо мен туысқандарым да жоқ. Сол кезде проблема басталды. Бірақ достарымның арқасында мен үй тауып, кейіннен осы мәселені шешкен болатын. Ал не шабыттандырады сізді? То, что мен өзім кезінде шеше алмаған нәрселер, қазір мен шеше аламын студент ретінде, студенттік ректор ретінде осы нәрселерді шеше аламын. Және көп студенттер келіп жатады өзінің мәселелерімен, қуантады то, что менде возможность бар осы студенттердің мәселесін деңгей бойынша көтеруге. Бізде кезінде мысалға айта кетейін, студенттік совет деген нәрсе болды. Ол кезде особо біздің уровеніміз жоғары деп айта алмаймын, деңгейіміз. Ал қазіргі сәтте студенттік ректорат, ол даже ректордың деңгейінде мәселелерді шеше алатындай ұйым болып табылады, былайша айтқанда. Студенттер көбінесе қандай сұрақтармен келеді? Топ 3 или топ 5 қандай сұрақтар қазір бар бізде? Получается, академ часть бойынша сұрақтарды, GPA қалай құрылатыны, қалай GPA системасы жұмыс істейтіні жайлы сұрақтар болады. Ол бойынша негізі деканат тікелей ответті беріп жатыр студенттерге, бірақ сонда да бұл сұрақтар көтеріліп жатыр. Қалай есептейді, РК көрсеткіші бойынша қалай есептейді. Қазіргі таңда бізде ежедневное оценивание деген система енгізілді. Сол бойынша да сұрақтар келіп жатыр. Например, интерндерде ежедневное оценивание оларға негізі былайша айтқанда особо керек жоқ. Өйткені олар практиковаться етеді, немесе теория. Негізі интерндер көбінесе практиковаться етеді ғой. Сондықтан олар теорияға особо уақыты болмайды. Сондықтан олардың сұрағы ежедневный оцениваниені қашан алып тастайды, немесе бізге алатын мүмкіндік бар ма деп. Біз осы сұрақты қазір көтеріп жатырмыз. Получается, ана айта кеттім, студенттік ректораттың осы ректорға өзінің запросын тастап, Камалжан Тайғашевқа шешімдерін сұрайтындай жағдайға жетіп жатырмыз. Қазір осы мәселені барынша көтеруге тырысып жатырмын. Получается, сол ежедневное оцениваниені интерндер үшін именно алып тастауға мүмкіндігіміз бар деп ойлаймын. Бірақ бакалаврлар үшін бұл система өте жақсы, себебі әр студент теоретически дайындалып келу керек әр сабаққа. Каждодневно әр күнге дайындалып келу керек деп өзім ойлаймын солай. Так, кейіннен жаңағы академ частьтан бөлек общежитие, жаңағы студенттер үйі бойынша сұрақтар көбінесе менің льготам жоқ, студенттер үйіне қалай тұрамын деген секілді сұрақтар қойылып жатады. Ол студенттерге айтуға болады, то, что бізде льготасы жоқ студенттерге жаңадан общежитиелер ашылды. Например, Потанина көшесінде осы жылы, сонымен қатар Бөгенбай көшесінде, Ақан серіде бір общежитие ашылды. Сонымен қатар Сұлтан Бейбарыста тағы бір общежитиеміз бар. Менің кезімде ондай мүмкіндік болған жоқ. Получается, бізде Жеңіс қана болды, и Сұлтан Бейбарыс қана болды. Қазір өзіңіз қай курста? Мен 5-ші курста. 5-ші курстасыз. Жақсы. Келесі мынандай сұрақ. Болашақта осы біздің Астана медикалық университетінде, медициналық университетінде қандай өзгерістер көргіңіз келеді? Себебі әр ректор, студенттік ректор, руководитель болсын, бір жылға стратегия жасайды ғой. Сіз өзіңіз қандай өзгерістер көргіңіз келеді студенттік ректор ретінде? Так, өзгерістерді уже көріп жатырмыз деп айта аламын. Потому что международная конференция болды, халықаралық.
Ол жаққа көптеген қонақтар келді. Сол кезде біздің университет кәдімгі готовый ремонтпен күшті болып кірді. Маған сол нәрсе ұнады осы жылы. Сонымен қатар өзіміздің мерчтің магазині тіпті ашылды іштегі де. Бренд магазин. Иә, бренд магазин. Ондай біздің уақытта болмаған. Ал қазіргі бірінші курс студенттері үшін ол керемет мүмкіндік деп ойлаймын. Сосыковтың бренд магазинін. Амустор 2024 есішті рекламада. Ал менің өзімнің ойлайтын болашақтағы мақсаттарым ол сол жаңа айта кеткен social GPA-ді енгізу. Себебі бізде кезінде мүмкіндік болмады, активный режимде біз қалай дәлелдейміз. Ал қазір енгізгенде мен өзіме плюс болады то, что резидентураға ертең өзімнің жаңағы айтқан заявкасымды берген кезде осы social GPA, былайша айтайын, 2 GPA мысалы студенттерде екеуінде бірдей болып тұратын болса, именно дополнительно сол social GPA-ға қарап, осы резидентураға сол студентті қабылдап жатады. Осы системаны енгізу басты мақсатым болып табылады. Получается, академ часть бойынша да балл жинауға болады, и культурный часть бойынша да балл жинауға болады, волонтерский часть бойынша да тоже балл жинауға болады. Әр частьтің өзінің баллы системасы болады, бұйырса. Қазір разрабатываем осы системаны. Бұйырса, осы алдағы осы жылда еніп қалуымыз керек осы системамен. Сіз яғни бағана мен сұрадым, 5-ші курс студент екенсіз осы біздің университетімізде. Мындай қызық сұрақ. Сіз студенттік ректорсыз, тағы да сіз осы жұмысты атқарасыз. Ой, сабағыңызды оқисыз. Қалай үлгересіз? Предыстория айта кетейін. Мен негізі Назарбаев интеллектуалды мектебінің түлегімін, зияткерлік мектептің түлегімін. Біздің мектепте тайм-менеджмент деген нәрсені өте жақсы үйрететін. Получается, тайм-менеджмент деген өз уақытыңды дұрыстап үйлестіру, дұрыстап қою, өзіңе задачаларды қалай қойғаныңа байланысты негізі уақытың бөлінеді. Бұл нәрседе бір приложение бар, супер приложение, Google календарь деп аталады. Сіз оған өзіңіздің күнделікті расписаниесіңізді жазасыз. Сол расписание бойынша мысалға 12-ге дейін, 8-ден 12-ге дейін сабағың бар, 12-ден 2-ге дейін, возможно, обедың бар деген сияқты. 2-ден, мысалы 5-ге дейін мен университетте боламын основном осы уақытта. И осы бойынша календарға мен енгізіп шығамын. Сосын маған уведомление келіп тұрады. Мына кезде мына нәрсені істеу керек. Мына кезде мына нәрсеге бару керек деген сияқты. Көп студенттер қателесіп жатады, заметкаға жазып өздерінің пландарын ше. Ұмытып кетеді, иә. А Google календарда өзінің уведомлениесі келіп тұрады, прям сізге мына нәрсені қазір істеу керек деп. Енді сен пытаешься сол нәрсені істеуге. А сіз заметкада болса сен ұмытып кетесің, немесе ерінесің заметканы ашуға. А ол приложение прям өзіңе беріп тұрады. Ну, былайша айта кеткенде, медицина студенттерінде көп уақыт бола бермейді активной жизньге, оны мойындау керек. Но в любом случае, кто ищет, тот всегда найдет. Сол нәрсе бар. Өзің іздесең, уақытты табуға болады. Ол жағы енді оңай деп ойлаймын. Сіз өзіңіз студенттік ректорсыз, басшысыз. Мынандай тоже сөз бар ғой, глава без команды никто деген сияқты. Командаңызда қанша адам бар? Так, студенттік ректораттың системасын былай түсіндіре кетейін. Бізде, получается, студенттік деканат деген нәрсе бар, оның өзінің бөлек командасы бар. Студенттік омбудсмен бар, оның бөлек командасы бар. Одан бөлек бізде жаңағы CCD деп айта кеттім. Негізі CCD, Collaborative Culture Department, осы студенттік ректораттың культурный частына жауап беретін ұйым болып табылады. Оның бөлек бір 200-ге жуық студенттері бар бөлек тағы. Одан бөлек бізде Moa Times командасы, пресс-службаға жауап беретін студенттердің, және организациялар. Организацияларда бізде Казымса, Казмет, үлкен-үлкен ұйымдар, Enactus секілді үлкен ұйымдар бар. Әр қайсында өзінің адамы бар. Ну, получается, барлық активный студенттер осы студенттік ректораттың құрамына кіреді. Біз қазір подсчет жасап жатырмыз. Қанша адам барын точно айта алмаймын. Но в любом случае өте көп. Өте көп. Өте көп. Бұлай өзіме көмекшілеріңіз бар? Көмекшілерім бар, иә. Мен, получается, өзімнің орынбасары бар. Аяна деген қыз. Одан бөлек секретарым бар.
сосын жаңағы студенттік декан және студенттік омбудсмен тоже менің қарамағыма кіреді негізі. Кәдімгідей Получается, тапсырма келеді маған, мен сол тапсырманы распределяю. Былай істе деп әрқайсысына деген сияқты. Ал әрқайсысының жүйесі өзінің бөлек күрделі системасы бар. Студенттік деканаттың өзінің орынбасарлары, жаңағы старосталары деген сияқты нәрселер бар. Сондай система. Жақсы. Өзіңіз бағана айттыңыз ғой команда туралы, мынандай сұрақ келіп жатыр. Командаңызбен қандай осы студенттерге арналған жаңа жобалар дайындап жатсыз? Қазір осы 2025 жылы қандай жобаларды күтеміз? 2025 жылға. Иә. Получается, өткен жылы ең үлкен шоу проект Мисмо деген өтпей қалған болатын, жаңа наводнение себебіне байланысты Қазақстан бойынша. Осы жылы сол нәрсені ұйымдастыруымыз келіп жатыр. Прям үлкен қылып красный дорожка жайып деген сияқты. Жаңағы біздің кандидаттарды ерекше көрсетіп деген сияқты. И бұл нәрсеге біз қазір спонсорларды іздеп жатырмыз. Өйткені бұл өте үлкен проект. Бірақ университет тарапынан да былайша көмек болады. Әр жыл сайын көмектесіп тұрады. Осы Мисмо бірінші мақсатта тұр қазір. Екінші мақсатта сол жайдарман ойындары. Жайдарман ойындарын өткен жылы мен өткізген болатын 3 туры бойынша. Қазір ойластырып жатырмын ЕНУ-мен, мысалы жаңағы Сейфуллин университетімен коллаб ретінде бірге үлкен масштабта өткізім келеді. Себебі бұл нәрсе біздің университеттің имиджін көтереді деген ойдамын. Одан бөлек форумдар бар. Осы жылдың аяғына дейін біз хакатонды істеп тастауымыз керек. FarmHub деген организациямен бірге. Сонымен қатар Veritas организациясымен бірге олимпиада, международный олимпиада, прям шетелден қонақтар келеді. Сол нәрсені аяқтап тастауымыз керек. Негізі айта берсем план көп. Бірақ сол нәрсенің бәрі, егер студенттер қатысатын болса, social GPA-ға енгізіледі, сол балдар жиналады, и итог года уже social GPA-мен шығарылады. Қазір мен студенттерді social GPA-мен мотивация беремін. Потому что студенттерде в основном уақыт бола бермейді. Осы social GPA бар деп, соларды былай тартуға тырысып жатырмыз барынша қазір енді. Түсінікті. Соңғы сұрақтардың бірі, осы университет өмірінде белсенді қызмет еткісі келетін студенттерге қандай кеңес бересіз? Получается, мен өзімнің личный опытым, немесе қателігімнен деп айтайын. Бірінші, екінші курс студенттеріне айтарым, ол қазірде, мысалы, Қазмет, CCD секілді ұйымдарға кіру. Ол жерде сіздер бірінші связьді жинайсыздар. Адамдармен, студенттермен қарым-қатынасыңыз жақсарады, лидерский способностьіңіз жақсарады, ұйымдастыруыңыз, организационный моменты барлығын жақсартуға болады. Кейіннен екінші, үшінші курсқа қарай сіздер научный более сондай ұйымдарға, мысалы студенческий научное общество деген ұйым бар, сол ұйымға кіруге болады, немесе Қазымса секілді ұйымдарға кіруге болады. Ол жерде сіз өзіңізге портфолио жинайсыз. Научный статьялар жазасыз, жаңағы қандай сайттар бар. Thomson Reuters бар, Scopus бар, сонымен қатар жаңа PubMed секілді нелерге өздеріңіздің статьяларыңызды ұсынып, ертең болашақта резидентураға бір жерлерге түсетін болсаңыздар, ол үлкен прям огромный плюс болады. Мен өзім енді басында қателескенім бар, бірақ қазір осы нәрсені студенттерге айтқым келеді. Өзіңіз қазір 5-ші курстасыз, көптеген студенттер, мысалы қазір бірінші курсқа түскендер бар, қазір екінші оқып жүргендер бар. Яғни көбісі андай ғой, студенттік ұйымдарға кіргісі келе бермейді. Ұялады, қорқады деген. Сондай студенттерге қандай кеңес бересіз? Мысалы олар кіргісі келіп тұрады іште, бірақ ұялады, анау қалай қарап қалады, мынау бірдеңе айтып қойса деген сияқты моменттер. Әрбір студентте бар деп ойлаймын мұндай. Бәрі андай активный емес қой студенттердің. Прям ойландыратын сұрақ екен негізінде. Соңғы сұрақ. Так, мотивация туралы айттым. Social GPA ол мотивация сіздер үшін. Сіздер ұялмаңыздар. Мен де кезінде ұялғам. Ең бірінші ұйымым менде Enactus деген ұйым болған. Мен сол ұйымға кіре отыра өзімнің жаңа спикерлік, ораторский жағын дамыттым. Получается, біз бизнес-форумға бардым, сол жерде мен спикер болып бірінші выступать еттім сол кезде. Сол способностьті сразу дамытып алдым. Кейіннен Қазмет ұйымына кірдім. Қазмет ұйымында мен адамдармен связьді жақсарттым. Сосын нәрсені үйрендім. Тегін жұмыс істеуге үйрендім. Волонтерский работа. Бірақ ол нәрсенің, былайша айтқанда, сауабы жоғары.
сіз өзіңізге пайда іздемей, былай адамдарға өзіңіздің пайдаңызды тигізу мақсат ойлауыңыз керек. Себебі біз ақ халатты абзал жандар всегда адамға пайдамызды тигізу жағын ойлауымыз қажет. Дұрыс. Одан кейін сол студенческий совет ұйымына кірдім. Ол кезде уже менде более опыт болды. Сол ұйымға кіре отыра мен связьдарымды жақсарттым. Получается, мен интроверттен экстравертке айналдым. Егер де сіздерде қорқыныш болатын болса, Ол реально ғой. иә, реально. Көбісі оны біле бермейді. Аха. Интроверттен прям экстравертке айналу Иә. несі, возможности деп айтайын. Сіздер олай қорықпаңыздар. Возможность болса істеңіздер, кез келген нәрсені алға жылжи беріңіздер. Өте керемет. Бүгін бізде подкастта болған Ерсұлан мырза. Рахмет келгеніңізге. Подкаст 10 000 просмотр жинайды деген ойдамыз. Одан да көп жинайды ау. Иә, студенттерді барлық көреді. Кстати, надо было про алюмни добавить. Ах, да, точно. Астана медицина университетінің түлектері, сіздер үшін арнайы рубрика жасаймыз, арнайы сайт ашылды. Сіздермен бірге видео түсірілетін болады. Скоро күтіңіздер. Сілтеме асты. Да.